Biz көбінесе жәмиеттегі кейпиятты, адамлардың тұрмыс тарзы һәм машғалалары хақында білу үшін расми статистикаға, есебатларға, айрым жағдайларда социалдық тармақлардағы пікірлерге сүйенеміз. Бірақ хақиқатлық кейде біз күтпеген, ітібар бермеген жерлерде күнделікті тұрмысымыздың ажырамас бөлігі болған әпуай инсандардың тілінде болады. Bir жылдан бері. Bir жылдан бері? Қалай кеп қалдыңыз бұл жерге? Өзім кеп қалдым. Жұмыс тауып, жұмыс іздеп па? Ава. Дараматлы болуға болады. Болады, ебілі бағжанымауға болады. Нешті мәселе сұр болмаса? 150 мың. Кеше жақында Наурыз болды ғой? Ава. Адамлардың кейпият қандай еді Наурызда? Кейпият жақсы. Қаналық 5 мың бай. Ормару атты. Мына екмесіма. Енді арасында жұмыс өліп қалатын кездер бар. Мысалы кеше Оразада өліп қалды. Адам жоқ, той мереке жоқ. Сосын студенттер кеткен кезде қиын уақыт болады. Оқушы болмай қалады студенттер. Сол кезде де қиын болып қалады балдарға. Бәрімізге де енді ол. 2011-ден бастап. 15 жыл болыпты да, 2011-де келдім. қиын емес пе? Әмме жерде де аңсатымыз бар. Қай жерде аңсатымыз бар. Адамдардың сөзі бар, сөгісі бар, айқайы бар, шайқайы бар. Соған қонып істеп жатырсың. Ұрсады біздермен. Солай ма? Адам есе аңсатымыз. 15 жылдан көп болып кетті. 15 жылдан? Ава. 2012-де ме? Қиын емес пе? Болады енді өзіне лайық адат. Дарамат қандай болады мәселен? Дарамат енді балалардың өзіне кесіп алысып жүрген. Неше сом тауға болады мәселен? Машиналар, мысалға 15 машин болса, несіне бере-береді да, 5 мыңнан ба? Күнде бір бар машин. Бар болса? 56 мың, арасында 70 мың. Сондай машин көпірі болса, көп ақ қайтады. 15 жыл ішінде қандай өзгерістер болды? Адамлардың кейпияты қандай? Ол да жақсы болды. Бәрі нормальный. Продуктілерін алып, уақытында адамдар жай кейпият жақсы. Жасау жағдайлары қандай, мәселен? Алып продуктілері алып кіреді, машинаға мінеді, мәселен? Болады, жақсы болады. Машин көбейгеннен кейін жақсы болды. Ана жақсы, ана алдың уақытлары машина аз болатын еді. Асабас, ұрқауыр, атамас уақытлары. Ұрқауыр, мынадай машина көбейді, арқайын отырып, арқайын кетеді. Үштен дарамат табуға болады? Әр түрлі 70-80, 100 машинға байланысты ол. Ома кейпияты қандай? Ома сіздер білесіз ғой? Әр түрлі енді жолаушылардың бәрі сүмкемелен келеді, машинға енді базарлап. Жақсы өтті деп ойлаймын, Наурыз. Машиналарға қызығамын да былайынша. Солай ма? Кондукторлыққа қызығамын өзім былайынша. Ақша ұстауға қызығасың кебек? Бұл адамлар тек жолаушыларды мәнзіліне белгілі номердегі маршруткаларға жеткеруге жәрдем беріп қоймастан, қалесек қалемесек жәмиеттің өзіне тән социологларына айланады. Олар машина салонында күту уақытында адамлардың нелерден қуанып атырғанын, базардағы бақа аямаса соңғы жаңалықтарға қандай мөнәсебет білдіріп атырғанын ғайбана бақылайды. Әпуайы кәсіп иелері барынша халықтың тілінде айтып береді. Олардың пікірі қандай да бір саяси ямаса экономикалық мақсатты көзлемеген, сап тұрмыслық бақылауларға текарланған хақиқат. Ең әпуайы инсанлар менен сәубетлесу арқылы олардың дараматларын, жолаушылардың байрам ләжларында, дастырханында молшылық екенлігін аңлады.